Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына жерде бір видеомды салғалы отырмын. Бұл видеомда өзге ұлт өкілі имам Мағдиді түсінде көрген екен. Соны көргеннен кейін ол кісі исламды қабылдаған. Соны осы видеоны көріңіздер және тарата отырыңыздар. Имам Мағди, өздеріңіз білесіздер, ақыр заманның ең соңғы белгілерінің бірі, оның келуі қияметтің үлкен белгілерінің бір болып саналады. Видеоны көріңіздер, лайк лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді бөлісіңіздер. Нұр келіп, арқасына бір адам шығып, әлгі тас түнектің ішінен құтқарып алды дейді. Ол кім болды? Имам Мағди деді ме? Ішінде сондай түскірі имам Мағди деді. Сондықтан Алла Тағала жүректерге иман беруші Алла кімге қаласа дүниені береді дейді, ал иманды сүйген кімге береді дейді. Сондықтан Валид қазір кәлима шахадатты айтамыз иншалла. Мен айтып, сен атын қабылдайсың, қайталайсың. Ашхаду алла илаха иллаллах وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah'tan başka Tanrı yok. Muhammed onun elçisi, Arap kulu. Allahu Ekber. İnşallah. Allah Teala özü huzurunda